Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді жұмсақ коржиктар дайындайтын боламыз. Ең әуелі барлық құрамын алдын ала дайындап аламыз. Бізге ұн, қопсытқыш, қант, сүт, май және 2 жұмыртқа таза ыдыс қажет болады. 2 жұмыртқамызды шағып, үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылыдай болу керек. Барлығын жақсылап бір араластырып, үстіне қантымызды салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Алдын ала ертіп дайындап қойған майымызды қосамыз. Майдарыңыз өте ыстық болмау керек. Өте ыстық май құйсаңыздар, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Енді ұнымызды 2-ге 3-ге бөле отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды салғаннан кейін қопсытқышымызды да саламыз. Барлығын араластырып, жақсылап тағы да бір ұнымызды 2-ге 3-ге бөле отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, Қазақ каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап иілеп жібереміз. Мінекей достар, осындай өте жұмсақ қамыр шықты. Осыны енді 10 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут тұрғаннан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайып, дөңгелек арнайы кесетін форманың көмегімен мен кестім. Сіздерде мұндай болмаса, стаканның көмегімен кесіпсеңіздер де болады. Барлығын осылай қиқымдарын тағы да илеп жіберіп жазып, осындай дөңгелек форманың көмегімен кесіп алдым. Дайын болған коржиктарымызды 180 градуста 10-15 минут пісіріп алдым. Мінекей, осындай жұмсақ, өте дәмді коржиктарымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.